Елімізде болатын мынау 15 наурыздағы референдумды біз қолдаймыз. Себебі біз еліміздің, халқымыздың болашағы үшін жасалып жатқан үлкен өзгерістер мен жобалар деп есептейміз. Біздің өндірісіміздің де өніп өсуіне өз ықпалын тигізеді деген үміттеміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Біз Қазақстандағы референдумды қолдаймыз. Біз Алматы қаласы ауыр машина жасау заводында жұмыс істейміз, АЗТМ-да. Біз мұнай өндірісіне керекті құрал жабдықтарды осы жерде өндіріп шығарамыз. Біз АЗТМ осы заводта 12-ші телімде болат жой балқыту телімінде жұмыс жасаймыз. Мен Қосылбаев Нұрсұлтан Есенғалиұлы, АЗТМ-да АЗТМ заводында 2011 жылдан бері жұмыс атқарып отырмын. Технолог болып жұмысқа кіргенмін. Қазір 23 екі цехтың бастығымын. Біздің завод Қазақстан экономикасына зор үлесін қосып жатыр. Өзіміз металды құйып, толық обработка жасап, өңдеп шығарып жатырмыз. Құрметті завод ұжымы, сіздерді 15 наурыз өтетін ата заң реформасына қатысуға шақырамын. Бұл ата заңымыз келешек болашаққа қалдыратын негізгі заң. Бұл заңсыз халқымыз, еліміз, жастарымыз өркендеп өну үшін еліміздің жасап жатқан үлесі, соған барлықтарымыз 15 наурызда референдумға үлес қосуды шақырамын барлықтарымыз. Мен жастарға сенемін.